жалпы естеріңізде болсын. Зиялы ортада белгілі арнайы бір ресми кездесулерде еш уақытта шынтақты үстелдің үстіне қоюға болмайды. Шынтақты мына білектен жоғары асырмаймыз. Міне, осылай ғана қоямыз. Содан соң, біз дастархан басында отырғанда қолымызды үстелдің астына ұстап отыруымызға да болмайды. Міндетті түрде қолымыз дастарханның басында тұру керек. Себебі дастарханның басында тұрған кезде біз қасымыздағы отырған адамдарға өзіміздің ашық екенімізді көрсетеміз және олардан ештеңе жасырып отырмағанымызды көрсете аламыз. Егер қолымызды үстелдің астында ұстап отыратын болсақ, белгілі бір бұрынғы заманда оны бір қауіптіліктің ежесі ретінде қабылдаған. Бір қауіптілік төніп тұрғандай, үстелдің астында бірдеңе бір қару ұстау мүмкін ба деген секілді. Немесе ол бір жалпы қазіргі заманда үстелдің астында қолын ұстап отырған ол бір құрметсіздіктің белгісі болып танылады. Сондықтан міндетті түрде қолымызды үстелдің үстіне қоямыз, бірақ мына білектен жоғары қарай асырмаймыз. Түсінікті ғой қыздар, иә? Ең басты ережесі қандай дастархан басында отырудың? Арқамызды тік ұстау.